Тұрғын үй төлемдерін алушылар назарына. Несиені өтеу үшін ұзақ мерзімді тапсырманы қалай жасауыңызға болады? Сіздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде несиені өтеуге қажетті арнайы шотыңыз бар ма? ЖССБ 24 интернет банкингі арқылы ұзақ мерзімді тапсырманы рәсімдеу оп-оңай. Ол үшін не істеу керек? Алдымен интернет банкингке тіркелу қажет. Ол үшін қолыңызда жеке куәлігіңіз немесе балама кодыңыз болу керек. Балама код депозит ашқан кезде берілетін сертификатта көрсетілген. Интернет банкингте тіркелген соң, жеке кабинетіңіздің сол жағында орналасқан арнайы шот бөліміне кіріңіз. Одан кейін ұзақ мерзімді тапсырманы рәсімдеу үшін сізге келесі құжаттар қажет. PDF форматындағы сканерден өткізілген банктік зайым шарты. PDF форматындағы сканерден өткізілген зайымды өтеу кестесі. Қаражатты қабылдаушы банктың IBAN шоты мен реквизиттері және арнайы шоттағы тұрғын үй төлемдері. Экранның оң жақ бұрышындағы операциялар бөлімін таңдасаңыз, пәтерді жалға алу, несие бойынша тұрақты тапсырма және пәтерді жалға алу, несие бойынша бір жолғы тапсырма бөлімдерін көресіз. Егер сізге өткен айдың несиесін өтеу қажет болса, пәтерді жалға алу, несие бойынша бір жолғы тапсырма қызметін таңдаңыз. Егер сіз несиені өтеу үшін қаражаттың автоматты түрде аударылып отыруын қаласаңыз, онда пәтерді жалға алу, несие бойынша тұрақты тапсырма қызметін таңдаңыз. Несиені өтеу жөніндегі тұрақты тапсырманы толығырақ қарастырайық. Қаражат аудару мақсаты терезесін табыңызда, басқа банктегі несие бөлімін таңдаңыз. Әрі қарай сізге келесі жолдарды толтыру қажет. Аударылатын қаражат сомасы. Банктік зайым шартының нөмірі. Банктік зайым шартының басталу мерзімі. Банктік зайым шартының аяқталу мерзімі. Аударылатын қаражат сомасы төлемдерді өтеу кестесінде көрсетілген сомадан артық болмауы керек. Енді банктік зайым шартының сканерден өткізілген нұсқасын жүктеу керек. Назар аударыңыз, банктік зайым шартының сканерден өткізілген нұсқасы бір файл түріндегі PDF форматында сақталуы тиіс. Енді төлемдерді өтеу кестесінің сканерден өткізілген нұсқасын жүктеу керек. Назар аударыңыз, кестенің сканерден өткізілген нұсқасы бір файл түріндегі PDF форматында сақталуы тиіс. Ұсынылған сілтемеден өтіп, бірнеше файлды біріктіруге болады. Енді тек төлем туралы мәліметтерді толтыру ғана қалды. Қаражат аудару күнін таңдау терезесінде несиені өтеу мерзімін көрсетіңіз. Қаражат аударатын күні сіздің шотыңызда несиені өтеуге қажетті соманың болуын қадағалаңыз. Банктік зайым шартындағы IBAN шотын алушының есеп шоты терезесінде көрсетіңіз. Бұдан кейін қаражатты алушы банктің келісім шартта көрсетілген реквизиттерін көрсетіңіз. Мәліметтерді жібермес бұрын, оларды тағы бір тексеріп шығуыңызды өтінеміз. Осыдан кейін төлем тапсырмасы тексеруден өтеді. Ол 3 жұмыс күні ішінде қарастырылады. Тапсырмаға қатысты мәліметті сіз жеке кабинетіңіздегі арнайы есеп шот бөлімінде біле аласыз. Егер жасаған тапсырмаңыз мақұлданбаса, онда қателік бар екенін ескертеміз. Тапсырманың мақұлданбау себебі банк түсініктемелері бөлімі мен пуш хабарламада көрсетіледі.
Егер сіз барлығын дұрыс жасасаңыз, жеке кабинеттің арнайы шот бөлімінде қолданыстағы тұрақты тапсырмалар қосымша беті пайда болып, ол жерде ұзақ мерзімді тапсырма туралы ақпарат көрсетіледі. Тұрақты тапсырманы жасағаннан кейін, біз сізге алдағы төлем туралы хабарламаны жіберіп, несиені өтеуге қажетті ақшаны автоматты түрде аударып отыратын боламыз.